Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын өте дәмді рецепттеріммен сіздермен бөлісемін. Бүгін мен картошка қосылған вареникидің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Картошкамызға су құямыз. Суды үстіне тұз салып пісіріп аламыз. Жақсылап пісіріп аламыз. Жұмыртқа вареникімізді жасау үшін мына жерге тұзды суымызды дайындап аламыз алдымен. Осыған бір жұмыртқаны жарып аламыз. Sonra дайын болған тұзды суымызды құямыз. Бұзып алдық, жұмыртқамызды қостық. Енді мына тұз суымызды дайындап алдық. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қатты болмау керек, жұмсақ болмау керек. Осы қамырымызды енді біраз демалдырып, тындырып қоямыз. 20 минутқа қойып қоямыз. Үстіне бір пиязымызды алып аламыз да, өте майдалап турап аламыз. Піскен картопқа қызартып, қуырып, қосып жібереміз. Қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Енді мына тапаға майымызды құйып алдық. Осының үстіне пиязымызды саламыз. Бұны ақырында қызарғанша қуырып аламыз. Енді біздің картошкамыз пісті. Енді осыны жақсылап езіп аламыз. Кез келген нәрсемен езе берсеңіздер жоқ болады. Мен езетінім осындай. Картошкамызды жақсылап езіп алдық. Енді мына қып-қызыл болып қуырылған пиязымызды саламыз. Тұз салмаймын. Бұл жерде жаңа картошканың үстіне тұз салып алғам. Енді кішкене қара бұрыш салам. Дәміне қарай өздеріңіз көбірек қосам десеңіздер көбірек, азырақ болса азырақ. Мен кішкене азырақ қосам, осыны жақсылап араластырып аламыз. Біз ішіндегі салмасын жақсылап дайындап алдық. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымыз әбден демалып алды, ұйығанып. Енді осыны жая берсек болады. Жақсылап бөліп аламыз бұны. Тестамызды дайындап аламыз осылай. Әркім әрқалай, біреу үлкен қылып жасағанды қалайды, біреу майда қылып жасағанды қалайды. Өздеріңіздің қалауыңызбен жасай бересіз. Мен осылай майдалап жасағанды ұнатам өзім. Осындай доп-домалақ болып шығады. Қатты жұқа да қылмаймыз, қалыңдау да қылмаймыз. Әдемі қылып осындай қабатта болса болады. Езіліп кетпейді қамырымыз. Енді осы қамырларымызды жақсылап жайып алдық. Ішіне начинкасын салып, осылай құя береміз. Қолымызбен бүксек те болады. Мен осындай шанышқымен жасағанды өзім қалаймын. Осындай шанышқымен кез келген әдіспенен бүге беруге болады. Ішіне осындай салмасын салып аламыз. Енді манталарымызға үстіп астына май жағып аламыз. Енді осы вареникімізді қайнап тұрған суға 25 минутқа қоямыз.